Бұл Қазақстанның пайтақты Астана қаласында жайласқан Бәйтерек монументі. Ол 1997 жылы Қазақстан пайтақты Алматыдан Астана қаласына көшірілуін символикалық сәулелендіру мақсатында құрылған бақылау мұнарасы. Оның толық аты болса Астана Бәйтерек. Металл конструкцияның биіктігі 97 метр, ал монументтің ұлыма биіктігі болса 105 метрді құрайды. Назарбаевтың ескертулеріне бола Қазақстанның жаңа пайтақты үшін символикалық белгі жарату бойынша бірнеше ұсыныстар болған. Мысалы, 200 метр биіктікте жоғары арка құруды ұсыныс еткен, һәм оның төбесіне алтын жауынгердің фигурасын орнатуды режелестірген. Араб архитекторлары болса 200 метр биіктікте шпил құруды, һәм оның декарында үлкен отау тәрізді имарат жаратуды ұсыныс еткен. Бірақ та Бәйтеректің символикалық белгісі сайланған. Бұған себеплердің бірі оның бағасы еді. Бәйтеректің шамамен бағасы 5 миллион ақш долларды құраған, ал арка тәрізді жойбар болса 60 миллион ақш долларға бағаланған. Бәйтеректің айрықшалығы сонда ол қазақ халық әпсаналарын архитектура арқылы бүткілдей араласқан халда сәулелендіреді. Сіз монументтің ең жоғарысына көтерілсеңіз, қаланың диққатқа лайық орынларын толық 360 градуслы панорамасын көруіңіз мүмкін. Және ең жоғарысына көтерілсеңіз, аялы алақан, қарақалпақша ғамқор алақан композициясы жайласқан болып, ол 97 метр биіктікте жайласқан. Ал бұл болса, оның 1997 жылы құрылғанын білдіреді екен. Ол бірінші президенттің оң қолының ізі. Және бұл қол ізіне сіз өз қолыңызды да қойып көруіңіз мүмкін. Сондай-ақ орайда барлық діндердің бірлігін сәулелендіретұғын дүниядағы 17 дін уәкілдерінің қолтаңбасы қойылған ағаш глобуста бар. Сіз бұл жерге алдын келгенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырың.